Әкел деймін. Мен мектептің директорымын. Ана жоғары жақтан Қазақстанда бізге жоғары жақтан құл темір жіберіпті. Әкел. Көтер. Әкел, мына келдер. Жоғарыдан жіберіпті бізге. Бұның жақсы қасиеті өтірік айтқан баланың басынан аямай ұрады екен. Шынын айтқызып аламыз да, ортаға мына жерге қойыңдар. Көрейік. Бізге керек емес дедік. Сонда да әкет. Тық қой. Міне. Ай, бәрекелді. Әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорды бала дегендей. Балдар тәрбиелеуге жақсы болып қалды. Бұл енді соттай емесіз бұны. Бұл заңмен қорғалып қойғанда біз баланы ұрсақ сотталып кетеміз. Сосын амал жоқ ұрамаймыз. Өтірік айтқан баланың басынан ұра деген аямай. Бұл қай жерінен қоса деген? Бұдан қай жерінен қоса деген де? Кімер? Яптырсыз кімер? Сізе кіріңіз. Болды, ей! Кімер? Мен шыдаймын, мен істемеймін мына жұмысты. Мен кетемін. Білесіз ба маған не айтқан? Білесіз ба? Білесіз ба не айтқан? Білесіз ба? Білесіз ба маған не айтқан? Білесіз ба? Не айтқан білесіз ба? Айтпасаң қаяқтан білем? Демал деді маған. Кім? Тұраға. Анау Әбип. Кім болушы еді? Не дейді? Әй Әбип! Апайыңа не демешсің сен, демалыңа сенің, Ойба, мен алма. Демалыңа сенің. Соны әлі айтып жүрма? Сен демалдырып жүрмен, Нағала деген демалдырып? Сен демалдырып жүрмен, Жоқ. Оңбаған әдепсіздің айтып тұрған сөзің қарашы. Демалама, демалмайма өзі біледі. Кіп кішкентай болып алып, ұрайын ба тұрған жерінде? Сотталып кетем, ұрсам сотталып кетем де, ұрамайын. Оңбаған. Әке шешенің тәрбиесін көрмеген әдепсіз. Сен тәрбиелеген әкең оңбаған. Сенің аталарың оңбаған. Көке, сен тоқтасайсың. Сен аузын байғап сөйлесейсің. Қай класс? Ойбай, қай классыз? Қай классы? Әкесі ғой? Әкесі ме Әбиптің? Әкем? Жақсы болыпты әкесі болса. Балаңның не айтып жүрген естің ба? Байқап сөйлесің. Мен нені байқаймын? Демалсын, не? Әкесінің айтып тұрған сөзін көрдің ба? Сен де оңбаған екенсің. Сен де оңбаған екенсің. Сені тәрбиелеген сенің әкең де оңбаған екенсің. Мына не кетті ме? Сен аталарың тоқтай кетті. Аталарың оңбаған екен тәрбиесі. Екеуіңді тәрбие байқай алмаймын мен. Екеуіңді сен не? Жай. Не? Ол кісі әкім. Не бапты? Демал десе демал. Әке шешенің тәрбиесін көрмеген әдепсіз оңбаған. Не болды? Тәртіпсіз. Шешенің тәрбиесін көрмеген оңбаған. Не бар? Демал сен. Көргенсің. Бағанан бері саған айтып тұрмын, осы сөздің бәрі артымен қарап, сыртымен қарап. Тәрбиесіз. Шешенің тәрбиесін көрмеген, тәрбиесіз оңбаған. Жас баланың жанын қияп, осыншама әңгіме айтуға бола ма екен? Шешенің тәрбиесін. Оңбаған әдепсіз. Кешіріңіздер. Мен бір басқа бір жаман сөз айтып қойған екен. Жоқ, демал деді ма сен? Онда тұрған не? Бәріміз демаламыз. Соны айтам? Бәріміз де демаламыз. Ағай, сіз де демалыңыз кәңгірем. Демал. Әкең аман болса бәріміз де демаламыз. Демаламыз. Әкем амандығын тілеңіз. Амандығын күндіз түні. Келгеніңіз жақсы болды. Біздің мектебімізге келгеніңіз жақсы болды. Жағдайды біліп келіп тұрсаңызшы. Біз қуанып жатырмыз бәріміз де енді. Қай жерде әкімсіз сіз? Білмей тұр ғой. Білу керек ауылда. Ауылда әкім ғой? Ауылда? Облыста ма, ауданда ма десем. Не? Не болып қапты? Әкім болсаң өзің әкім. Балаңды жөнді тәрбиелеп білмейсің ба? Тәрбиесіз. Өңшін. Жаңа ғана тәрбиелі деп жатырыңыз ғой? Баласы не істеді басқа? Айт. Еш нәрсе істеген жоқ. Не деді? Не істемеді десеңші маған ол? Не істемеді десің сұрамайсың ба менен сіз? Мен барып, Әбип сабағын дайындалсын деп, маған келіп демал дейді ғой. Демалсаң демал өзің. Мен демалдырып. Не істедің одан басқа? Дайындалмадың, емтиханға дайындалмайсың. Дайындалсай деп айтамын мен бұған. Емтиханға дайындалса, Әбип деп бармайын ба қасына? Демалыңыз апай дейді маған. Сен дайындалмағансың, қаяқтан біліп жүрсің? Жоқ. Сабаққа отырып, ұйықтап отырады ғой. Ой, Аллай, тоба. Мен түніме ұйықтамаймын ғой мен. Кім? Қаңғырмаймын ғой мен. Емтиханға дайындаламын. Түнімен қаңғырғанда сен түнімен қаңғырасың, ішші сен. Емтиханға дайындалады. Кім? Мынау ма емтиханға дайындалады? Мынау емтиханға дайындалса, мен мұрнымда кесіп беремін. Кесіп бересіз ба? Пішік апай болып қаласың. Кел, болды. Тоқтат бұғыр. Жабалдың. Естемекші сонда Жоқ, мен қаңғырам, көрдің бе?
Чап деймін. Апай не сөйтіп жатқан аш? Чап. Жоқ, мен керек қаңғырдың ба? Стоп. Міне. Мынау жоғарыдан кепті бізге. Құл темір, жоғарыдан келген. Немене? Құл темір Құл дейді. темір дейді. Өтірік айтқан баланың басынан ұра деген Әбиптің мысал ретінде көресіңдер қазір. Міне. Қуып кеттіңіз ғой, қалайсыз? Жұмыс істей ме, жұмыс істемей ме? Қазір қосатын жерім қосып көрсетеймін. Так. Қай жер емес? О, міне. Қосылды ғой? Қосылды ғой мынау. Қосылды ма? Жаңа сұрағымды қой Әбипке. Сұрақ қойайын ба? Әбипке. Қандай құл темір ме? Берке. Жаңа сұрағымды қой Әбипке. Өтірік айтсаң ұрады дейді ғой. Кәне. Әби, Ау? түнде сен қайда болдың? Айтып қой, емтиханға дайындалдық қой. Жарайсың. Жұмыс істе. Өтірік айтып еді басынан ұрдай. Жарайсың. Қайтадан Тағы ма? тағы ғой. Әбием, түнде сен қайда болдың? Емтиханға дайындалдым. Рахат болды. Ұрған жоқпыз. Төбетейді оңан? Ұрған жоқпыз, соққан жоқпыз. Қайттан көрдіңіз? Әбип. Шыныңды айтпасаң басың тесіліп қалады. Сондықтан шыныңды айт. Бір сұрақ. Әбием, Кеше қайда болдың? түнде сен қайда болдың? Қайда болдың? Шын айтсам ұрмай ма? Ұрмайды. Шыныңды айт. Опа, шыныңды айт. Айтшы. Айта бер. Биглукта дискотекада болған кеше. Опа! Міне енді ғана шынын айтты. Бабай! Дайындал. Ұрасыз қой. Мен ұрмаймын. Әкесінің көзінше. Не істеп отырсың сен? Ұрайын деп тұрсың. Сен маған түнімен емтиханға дайындалып еді ғой сен. Дайындалғандығын білмей тұрмын ғой. Кәне. Дайындалмады деп тұрған мынау. Оңбаған. Мен сен бұны емтиханға дайындалып жүрген десем. Түнімен. Біз сендей уақытта біз түнімен емтиханға кітап оқып таңғы сағат 4. Жаман дейді ғой. Жоқ, енді сен таңғы сағат 4-ке дейін болмаса да сол 12-ге дейін емес. 12-ге дейін емес. 10-ға дейін. Оқитынбыз біз. Оңбаған. Кешіріңіз. Оны мен бір Қаншаға дейін дейсіз? Кешіріңіз. 10-ға дейін. Әкім мырза. Не болды? 10-ға дейін, Не болды? 10-ға дейін сіз нешеден бастап оқитын едіңіз? Иә. Енді 9:30-нан бастап. 9:30-нан Көп бастап. оқыған екен. 9:30-нан бастап оқыған екен, иә? Жарты сағатқа көз майыңыз таусылып қалыпты, иә? Көз майыңыз таусылып. Одан да балаңыз тәрбиелемейсіз ба? Как будто маған бір қандай бір мен демалдырып жүргендей бір санаторийға бір демалдырып путевка жолдама әперіп қойғандай бір маған. Осы ағайда осы біз оқушылар деп осы ешқандай санаторийға бармаймыз ғой осы біз. Қыдырады. Қыдырады екен ғой бұл кісі. Қыдырады екен ғой. Санаторияға барады екенсіз ғой. Құл темір ұрды ғой. Маған айтпай кете бересіңдер ме сонда? Жоқ, ағай, жоқ. Ұмытып кетті. Баяғыда бала кезінде бір барған баяғыда. Опа! Айта береді бір. Өтірігің бәрі шығып жатыр, иә? Шыныңды айта бер. Шыныңды айтсайшы. Жазғы демалыста барып қайтын деп шыныңды Иә, айт. шыныңызды айтыңыз. Мына бәледе Не ұмытпа себеп деген бар? ғой. Не бапта сол өмірімізде бір 2 рет барған екенбіз, не болды? Айба! Миын аузына сүрді. 3 рет. Ойба! 4 рет. Не? Немене бересің маған сен? Қандай не әкелгенсіз айналайын ау? Өзің ғой енді. Жылап Жылаған күшті, иә? Оқушылар мен ата-аналарды көзінше мен басымнан шығып тұрсыз. Темір ғой. Темір екен ғой. Ой, білмай, бұлар. Шынды ғой. Бұл әбден санаторияға барып семірген ғой мынау, апайлар. Санаториядан шықпайды екенсіздер ғой. Ал өзіңіз санаторияда сізден Ал барасыз. енді мен өзімнің барған жөнінде айтатын болсам, Иә, соны айтсайшы. мен былайырақ тұрып айта берейін. Жоқ, бер кеп тұрыңыз. Құл темірдің қасына кеп тұрыңыз. Қол жетпейді ғой. Ой, тоба. Еркексіз ба? Қорқатып тұрсың ба? Еркексіз ба ана жігіт? Еркек болғанбыз кезінде. Ал. Ал енді мен өз еркіммен 2 рет барғам. Ұрам десең міне бас. Көріпсіңдер ма? Жоқ, 2 рет барған екен, 2 рет барған екен. Көрдіңдер ма? Әбип айналайын бергелі.
Міне, апайыңды зарғылаттың айналайын, көрдің бе Әбип? Міне, айналайын Әбип. Сенің оқыған оқымағаның апайыңа керек емес, айналайын Әбип. Дұрыс айтасыз. Сенің оқығаның оқымағаның маған керек емес, айналайын Әбип. Ой, онда маған да керек емес онда. Не қыламыз онда? Сізге керек жоқ болса, апай керек жоқ болса, иә? Не керек еді саған айналайын, не керек еді саған жаныңа? Маған тор болса болды. Торға шығып жүре. Торға қамалып жүрмекшің болса, саған тор білім болмаса саған сол, Сіздер сен еліміздің ертеңі үмітісің ғой айналайын. Еліміздің болашағы сендерсіңдер ғой. Сендер білім алмасаңдар, сендер оқымасаңдар, кім білім алып, кім оқиды? Әке шешең сенен үміт күтіп отыр ғой. Ертең менің асырайды балам деп отыр ғой сені. Сен ал торда жүрсің, қамалып қалғыр торға. Үйге барғанда ең болмаса әке шешеңмен ақылдаспайсың ба? Емтиханды қалай тапсырамын деп? Дайындаламыз ғой. Дайындалмайды деп тұр ғой мынау. Бәле болған шығар мынау. Дайындалмайды деп тұр ғой. Енді дайындалсақ па деген ой бар ғой енді. Ой да жоқ мынаның басын. Дайындалам деген ой да жоқ. Қышып атқан жеріне тиді. Сауап болып ертең қолына таяқ беріп қоямын, сонда көресің қышығанды. Айналайын, үйге барғанда әке шешеңмен ақылдаспайсыңдар ма? Мен оқуды не қыламын, емтиханды не қыламын? Оны шешіп қойғанбыз, қойшы. Не деп? Папам айтты, әкем айтты ғой. Сатып бере салам $1000 деді ғой, емтиханды. Дайындалмай-ақ қой деді ғой. Оңбаған. Өткенде айттыңыз ғой, папа шешіп отқаныңыз айттыңыз ғой. Әдепсіз не айтып жүрсің, Емтихан сатып бере Кім салам. сатты емтиханды? Сіздер саттыңыздар ғой былтыр? Сатты емтиханды? Алдыңғы жылда саттыңыздар ғой. Аузыңды байқап сөйлеңдер айналайын. Өзіңіздің қызыңызды сатып алды ғой. Оңбаған. Естерінде болсын, ешқандай да бізде ешқандай да емтихан ешқандай да сатылмайды. Опа! Ойбай! Шаңым бұр ғой бізде. Айналайын Құлтөмір. Құлтөмір-ай. Құлтөмірді әкелгенің дұрыс болған екен. Сатылмай ма? Бұзылайын деген екен деп. Уа! Бұзылмаған! Бұзылмайды. Шыныңыз айтсайшы. Өтірік айтты. Шын айтыңыз. Бер тұр. Ал, айтыңыз. Осы тұрған керек болса, шөңі да дам. Сатылмайды деген екен, сатылмайды. Оппа! Ойбай! Сатылама! 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 Сатылма! Сатылама! Директор. Сатылама!